Бұл жер Қазақстанның Алматы қаласы. 2 миллионнан астам халық тұрады. Мен қазір Алматының ең үлкен базарында тұрмын. Қолымда 100 юан яки 7 мың теңге ақша бар. Бұл 7 мыңға не сатып алуға келеді екен, қазір көреміз. Мынау қанша? 4800 теңге. Жылқы етінің бағасы 1 килограмма 4800 теңге екен. Мына жемістіктер қанша? 1300 теңге 1 килограммы. Жарайды. Мен тағы бір қанша нәрседер алайын. Міне алған заттар мынау. Біраз банан сатып алдым. 2 тал алма. Және де сиыр еті қазысын сатып алдым. Егер мен Алматыда жасайтын болсам, ұзаққа қалмай қайыршы болып кетуім мүмкін. Мына заттардың барлығын 110 юанға сатып алдым. Бұл жердің затының қымбаттығын айтып сұрамаңыз. Кім айтады Қазақстанда зат арзан деп? Бұл Қазақстанда зат өте қымбат екен.